Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге оңай әрі жылдам дайындалатын тирамису тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттер: савоярди печеньясы, сливки, творожный сыр, қант ұнтағы және кофе. Ең алдымен кофемізді салқын сумен дайындап аламыз. Салмасына сливки, қант ұнтағы және творожный сыр. Творожный сырға қант ұнтағын илектің көмегімен илеп алып, шанышқының көмегімен кішкене араластырып аламыз. Сливкиді миксердің аз жылдамдығынан жоғары жылдамдыққа көтере отырып, кішкене қоюланғанша миксерлейміз. Сливкиміз кішкене қоюлана келген кезде творожный сырымызды салып, тағы да бір келкі масса болып қоюланғанша миксерлейміз. Көп уақыт миксерлеудің қажеті жоқ. Біздің креміміздің консистенциясы осындай болу қажет. Кремімізді кондитерлік қалташаға салып, тортымызды жинауды бастаймыз. Мен 24 диаметрлі кольцо алдым. Шетіне осылай кремімізді жағамыз да печеньяларымызды біртіндеп қойып шығамыз. Енді печеньямызды кофеге бір малып алып, осылай тізбектеп қойып шығамыз. Барлығын осылай қойып болған соң, кремімізді бір келкі етіп жағып шығамыз. Кремді бір келкі етіп жайған соң, келесі печеньяларды дәл осы тәсілмен қайтадан қойып шығамыз. Тортты жинап болған соң, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып аламыз. Менің тортым шамамен 8 сағаттай тұрды тоңазытқышта. Алдым, үстін осылай какаоның көмегімен әсемдедім. Ол бірақ міндетті емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз каналымның дамуына өте маңызды.